Біздің арна редакциясына жұмысшы кентінің тұрғындары көмек сұрап қоңырау шалды. Сөздерінше бірнеше жыл қатарынан Клара Цеткин көшесінде жөндеу жұмыстары істелмек түгілі, арықтарды тазалау жұмыстары жүргізілмеген. Күз келісімен тұрғындар резеңке етіксіз далаға шықпайтын көрінеді. Себебі онсыз далаға шығу мүмкін болмай тұр. Течение улицы Клара Цеткина и Красина стабильно была перелита. Она просто перпендикулярно кресна. Үй маңын толығымен су басып кетеді. Бұл жерден үлкен жүк машиналары өтеді ғой. Жолдың барлығын бұзады солар. Біздің бармаған жеріміз жоқ, бірақ ешкім құлақ асатын емес. Бүгінгі таңда бұл жерге такси қызметі мен жедел жәрдем келуден қалған. Любовь Пачинаның бұл жерде тұрып жатқанына 40 жылдың жүзі болған. Зейнеткердің сөзінше кезінде бұл жерде жол мәселесі туындамайтын. Да все время вот лужа. Бұл жағдай соңғы 4 жыл қатарынан қайталанып келеді. Су дала түгілі үйлерге де кіреді. Тұрғындар шағымдарын айтып бармаған жері қалмап, бірақ одан шығар нәтиже жоқ. Үй иелері бар болғаны жол жөнделіп арықтар тазаланса деп отыр. Вообще там страшно. Не пройти, Ни колонку, никуда там вообще все перекопали. Туда вообще не пройти. У нас в проезде воды, лодку надо заказывать, чтобы проехать, ребенка в школу отвезти и привезти. Ни скорая не подъехать не может, ни пожарка. Ағымдағы жылы жұмысшы кентінде жолдарға қиыршықтас төселген болатын. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі басшысының міндетін атқарушы Балдырған Өмірсейітованың сөзінше, Цеткин көшесі бойына қиыршықтас төсеу жұмыстары тек бюджеттен қаражат бөлінген кезде ғана жүргізіледі. Средства, которые нам были выделены. Жолдарға қиыршықтас төсеу үшін 117 миллион теңге бөлінген. Қаражаттың бәрі игерілді. Енді тек қосымша қаражат бөлінген кезде ғана жөндей аламыз. Цеткин көшесінің тұрғындары қашанғы бұл мәселемен арпалысатындары әзірге белгісіз. Бюджеттен қаражаттың қашан бөлінетіні де беймәлім. Тұрғындардың тек бірнеше резеңке етікпен қамтылып алғаннан басқа амалдары жоқ сияқты.